Облыс тұрғыны алаяқтың құрбаны болды. Бұрыннан таныс, жақсы араласып жүрген әйел адам несие алу үшін досының кепіл болуын өтінген. Банктен қажетті ақшасын алып алған ол несиесін төлемей басқа жаққа көшіп кетіпті. Кепіл болам деп жапа шеккен азаматпен біздің түсіру тобымыз жүздесті. 30 жасар қала тұрғыны танысына көмектесем деп басының бәлеге қалатынын ойламағанда еді. Банктен 1 миллион теңгеге жуық қарызы бар туралы хат келгенде де мән жайды бірден түсінбеген. Себебі бір ауылдан шыққан танысының осылай алдап кететінін ойламаса керек. Табан астында қомақты қаражатты қайдан аларын білмей дал болған ол біздің арнамызға хабарласты. Несколько лет назад был гарантом одной женщины, набрала кредит в банке. Мен ол әйелге бірнеше жыл бұрын несие алу үшін кепіл болғанмын. Ол несиесінің жартысын төлеп, қалғанын төлемей қойыпты. Енді банк оның берешегін менің мойныма артып отыр. Өзімнің отбасым, бала-шағам бар. Ал несие алушының мекен жайын, телефон нөмірін де білмеймін. Араласпағалы біраз жыл болып қалған. Осы мәселені шешуге көмектесіңіздер деймін. Хабарласқан адам аты жөнін айтудан бас тартты. Дегенмен біз мәселені шешуге атсалысу үшін заңгерлермен кездестік. Мамандардың айтуларынша мұндай жағдай жиі кездеседі. Оңай ақшаға құныққан алаяқ танысын да, туысын да алдап кетуді әдетке айналдырған. Дегенмен заң баршаға ортақ, сондықтан одан ешкім қашып құтыла алмайды. Ертеме кешпе борышкер ақшасын толық қайтарады. Если у должника нет имущества, нет возможности исполнять. Егер әйелдің тұрақты жұмысы, жалақысы болмаса, оның қарызын кепіл болған адам жабуға міндетті. Бірақ қарызын төлегеннен кейін сотқа жүгініп, борышкерді жауапқа тарта алады. Сот шешімі бойынша ол кепіл тұлғаға бар соманы қайтарып береді. Егер соттың шешімін орындамаса, заң жүзінде әкімшілік не қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ оған мемлекет аумағынан шығуға тыйым салынады. Танысына көмектесем деп сан соғып қалған жігіттің оқиғасы немен тынары әлі белгісіз. Осындай жағдайға түспес үшін мамандар барынша сақ болуды ескертеді. Фариза Жазитова, Юрий Скаков, ақпарат.